Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Шымкент қаласы Колос туннелге қарай бұрыламыз. Бүгін тағы бір сабақ өтеміз сіздерге. Өте мұқият сабақ. Достар, осы Гагарина көшесінен келіп Колосқа қарай бұрылып жатқанда бағдаршам қосымша оңға қарай И және основной светофор тұрады. Основной светофор жасыл жанып, қосымша светофор жасыл жанып тұрған кезде оңға бұрылып жатқанда пешеход обязательно өткіземіз. Основной светофор қызыл жанатта и жасыл оңға қосымша светофор жанып тұрғанда бағдаршам, ол кезде пешеходты өткізбейміз. Осы жерде көп адамдар шатастырады, алда тұрған гаиға ұсталынып жатады. Яғни мынау алда жақта, оң жақта тұрған гаиға ұсталынып жатады достар. Көбісі сол светофор шатастырып. Сосын сол жақта қызыл ақ болып боялып тұрған жерден разворот Колостан кіргенде істемейміз. Ол жерде бізде тек қана тіке деген тұр. Сосын оң жақта автобустар тұр ғой аялдамада. Бұл жерде де барлық жерде остановка запрещен достар. Остановка запрещен деген қоюға, тоқтауға, адам түсіруге тыйым салынады. Гаидің бәрі сол сіздерді қарап тұр достар, айыппұл салу үшін. Данный момент сіздерге мен остановка запрещен көрсетіп тұрмын. Яғни тоқтауға тыйым салынады деген белгі. Көп адамдар осыны шатастырады екен. Достар, бұл мүлдем тоқтап адам тастауға да болмайтын белгі бұл. Түсінесіздер ме? Егер бір сызық болса, онда 5 минутқа тастауға болады. Соны көп адам шатастырады. Бұған тоқтауға болмайды. Яғни туннелдің ішіне, туннелдің сыртына мүлдем тоқтауға болмайды. Бұл бізге аялдама, тоқтауға тыйым салынады. Вообще тоқтауға болмайды. Остановка запрещен деген сен тоқтап жүруге даже тыйым салынған нәрсе ол. Стоянка запрещено деген ол басқа знак достар, шатастырмаңыздар. Көбісі мен білем деп айыппұлға түсіп жатыр. Шашамадыңдар ма? Айыппұл төлей беріп шашамадыңыздар ма ағайын? Мына жерде де оңға қарай тоқтауға болмайды, көрдіңіздер ме? Қоршау істеп тастады, адамдар келіп такси ұстайды. Содан кейін сергек тұр сол жақта. Міне қараңыздар, сол бұда сергек. Бағана остановка запрещен сияқты тоқтайсыздар, сіздерге айыппұл келеді. Және де бұл жерде май қызметкерлер тұр, міне заправканың алдында. Бұлар да тоқтап жазып беріп жатыр. Міне Ауди кетті, болды. Жазып беріп жатыр. Тоқтадың, адам алдың, кеттің, болды. Айыппұл достар. Тоқтап адам алып кетуге болмайды. Мынау бізде сол жақта дамбы. Назар аудар жүргізуші, бұл туннелден шыққаннан кейін солға қарай разворот істеуге бұл жерде де запрещен екі қызыл знак тұр. Тек қана тіке деген бізге жол белгі тұр. Көбісі Колостан түсіп кетеді да, солға қарай Қонаеваға қарай шығып кетемін дамбымен деп бұрылып кетіп жатыр достар. Бұрылуға болмайды. Ол жерде де гаи қарап тұр. Егер сіздер Сарыағаш жақтан келсеңіздер, туннелге кірмей осы жақпен оңға кетесіздер. Бірінші бағдаршам солға, сонымен тікеден тіке Старый город, Қонаева, бірақ шастыр Қонаевқа. Ол жол ашық. Түсіндік қой? Колосқа кіріп пробкада тұрмақ қойыңыздар. Келесіздер, туннелдің алдындағы оңға қарай дамба бірінші бағдаршам. Кейін барасыздар, Заводамның перекрестігіне жетесіздер. Бірінші бағдаршам шығады өзі. Солға қарай бұрыламыз, и сонымен тікеден тіке біз Қонаева мен Шым-Ситиға дейін баратын жол. Колос туннелге кіріп пробкада тұрмаңыздар. Енді Колостан шығып жатсаңыздар, туннелден Сарыағашқа қарай, дамбыға қарай бұрылуға болмайды, бұл жерде тыйым салынған. Егер бұрылып кетсеңіздер, сіздерге айыппұл, немесе қайтадан туннелге қарай разворот істесеңіздер де айыппұл. Құлақтарыңызға алтын сырға достар, штраф төлеп шаршамадыңыздар ма? Мен бүгін қанша көліктерді көрдім сөйтіп ұсталынып жатқан. Жүк көліктері де кіріп кетіп жатыр достар. Жүк көліктерге қазір төбеде Мазрат жақтан кіруге рұқсат етілмейді, бұл жаққа қарай белгі қойып қойған. Жүк көліктерге де төбедегі көпір бар ғой, Мазарат бар ғой төбеде, кірген кезде сәулеге қарай көтерілетін көпір. Сол жерде жүк көлікке бер қарай түсуге тыйым салынады дейтін жүк көлік келатыр. Төбеде знак тұр. Көрсеңіздерші, түсіп келе жатқан кезде жүк көліктерге кіруге болмайды деген знактар қойып тастаған. Көп жерде знак ауысты достар. Көздеріңізді ашып, бақырайтып, қарап айдаңыздар, өтініш. Бағанада 2, 3, 4 жүк көлікті көрдім, айыппұл салынған. Ол туралы видеода шығардым. Жүк көліктер қалай разворот істеп жатыр, Колостың ішінде жүр, туннелден кіріп кеткен. Сөйтіп солға қарай қызыл ақты басып разворот істеп жатыр. 2 жүк көлікті де тоқтатып, май қызметкерлер айыппұлды жасап сап берді. Сол видеода көрсеттім. Мазаратқа келген кезде жүк көлікке кіруге болмайды деген. Жүк көлік қандай жүк көлік кіреді? Арнайы келе жатқан бір жерге зат түсіретін, немесе бір жерге баратқан көліктер кіреді. Ал жолаушы болып өтіп бара жатып, үйтіп кіруге болмайды достар, арнайы болмаса. гаи полный айналып жүр. Осы көше жоғарға көтерілгенше барлық жерде гаилер жүр достар. Май қызметкерлері жұмыс істеп протокол толтырып, бәріне айыппұл салады. И мынау көшеде полный сергек. Сосын қараңыздар, біреулер Нұрға қарай осы жерден оңға бұрылып кетеді, Қазұртқа қарай. Нұрға. Сөйтеді сәулеге қарай сояқтан поворот істеп жатады Эстон алдынан. Жоқ достар.
қазір бағанағы Колстағы бұрынғы базар, таксилардың базары. О, көрдіңіздер ме, төбеде жүк көлік кетті. Сол жақ қарай шығасыздар. Объездбен кетесіздер, жүк көлік. Қалаға кірмеңіздер. Мына жерде де міне көрдіңіздер ме, қызыл ақ бұрылуға болмайды. Қызыл ақ желек көрдің ба, жолдан бұрылуға болмайды еш уақытта. Міне жүк көліктер осының төбесімен кетіп жатыр қазір. Міне жерден оңға бұрыласыздар. Сәулеге де үстіп кіріп кетесіздер. Мына жерден оңға бұрыласыздар, сәуленің көпіріне шығады осы. Неге нұрдан кіріп айналып жүрсіздер? Міне остановка тұр, екі остановка істеп қойды. Осы жер бұрынғы Колстың питагы. Осы жер бұрынғы Колстың питагы. Осы жерден келіп мінесіздер енді. Сарыағаш сол жақ қарай. Бағанағы туннелден шыққан кезде ГАИ тұр и айыппұл. Прямо деген знак тұр. Ар жақта патруль тұр. Мына жерден поворот істеуге болмайды Колстан кіргенде. Прямо Колстан кіргенде прямо кіруге болмайды. Кіріп жүрмеңді. Әненген 2-3 машина көрдім. Айналып жүрген жерден, мына жерден разворот істеп жүрген. Разворот істеп жүрмеңдер. Фура разворот істеп жатыр ғой. Осылай разворот істеп жүрмеңдер. Фура разворот істеп жатыр. ГАИ тұр. Мынаны басып жатыр көрдіңіз бе? Бұл жерде разворот істеуге болмайды. Мынаны басып жатыр. Міне кетті разворот. ГАИ стоит кетті. ГАИ кетті, қолайды. ГАИ кетті қолып. Достар, трассадан келгенде тіке 60 и фураларға кіруге болмайды. Колсқа түсетін жақ қой. Көп фуралар кіріп кетіп жатыр, осы тіке осылай өтіп кетіп жатыр. Яғни бұл жақтан Мазарат оң жақ. Туннелге қарай фура кіруге болмайды, достар. Кіріп кетсеңіздер, мына жерден разворот істеп кету керексіздер артқа қарай. Көбісі кіріп кетеді туннелге қарай, и туннелден өткеннен кейін светофорға жетпей солға қарай бұрылып кетіп жатыр кейбір фуралар. Ол жерден бұрылуға болмайды, достар. Ол жерде қызыл ақ қып сызып қойған, разворот істеу запрещен, и только тіке деген знак қойып қойған. Көбісі шатасып, осы жақтан кіріп кетеді фура асырмай. Легковойларды разворот істеп жатыр. Олай разворот істемеңіздер. ГАИ 3-4 ГАИ тұрады. Бер жағында, ар жағында. Просто жазып беріп жатыр. Строго жазып беріп жатыр. Тіке деген знак тұр. Осы жерден кіріп айналады фура. Болмайды үйтіп кіріп айналуға. Қазір мына жерден поворот істеуге бола ма, болмай ма сұраймыз бұл. Қазір фура разворот істеді ғой. Жақ қолап кетті ғой, артынан. Ассалаумалейкум, братан. Мына жерден ше поворот істеуге бола ма, болмай ма бұлай разворот? Қалай дейсіз, білмейді. Ау? Мына жерден ше разворот істеуге бола ма, болмай ма? Жоқ, қазір бір фура разворот істеп кетті ғой. Көрдіңіздер ма? Фура. Бір фура мияқтан кетті. Жоқ, бір фура кетті да, мынау ма, бір экипаж қуып кетті ғой. Жоқ, бір экипаж қуалап кетті ғой, не? Жоқ, негізі мен сұрап жатқан, мына жерден бола ма, болмайды? Болмайды, дұрыс міне. Соны сұрап жатырмын ғой? Знак тұр ғой. Сол мына жерден көбісі қайырылып жатыр ғой. Соны болмайды деп түсіндіріп жатырмын да, соны түсіндіріп та. Соны сұрады, ау фурада шаруам жоқ қой. Просто бола ма, болмай ма, соны сұрап жатыр. Болмайды, Болды, рахмет. Көрінер ма? Болмайды. Бұрылуға болмайды. Экипаж қуалап кетті қазір фуран. Мына жердегі экипаж қуалап кетті фуран. Мына жерден разворот істеуге, поворот істеуге запрещен. Көк знак тұр. Только тіке деген біреулер айтады. Разворот, поворот деген знак болмаса дейді, қызыл. Онда бұрыла бересің дейді мына жерде. Сіздерде қате. Үйтіп бұрыламайсың. Қызыл знак болсын, болмасын. Көк направляющий знак саған тіке деп тұр ма? Тіке. Міне мына жерге сызып қойған, сен қызыл знактың орнына қызыл ақ қып сызып қойған міне. Сол себептен бұрылуға болмайды, достар. Үйтіп қателеспеңіздер.